Енді осының оқулыққа айналған жетілген сөйлем, сөз тіркесі, бүкіл грамматикалық схемалардың бәрі жүйеге түскен жетілген түрі осы кітап болды. Бұл ең жетілген түрі. Мынаны оқулық ретінде де, самоучитель, өздігінен оқып үйренетін құрал ретінде де кез келген адам өзімен отырып, өз жеке отырып үйреніп шығуға болады. Әсіресе түстер арқылы дауыс пен дауыссыздың сөздердің тіркесуін, тіркесімділіктің және қай әріптен кейін, қай дыбыстан кейін не келу керек екендігін бәрін көрсетіп бергендігімен құнды болып тұр. Сондықтан бұл практикалық тұрғыдан, және оның тағы бір себебі бар. Тілді үйренген адам, біз қазақ тілін білетін адам оқулық жазған кезде оның нюанстарын, тіл үйреніп жатқан адамның орнына тұра алмаймыз қазақ тілін. Өйткені біз тілдің иесі болғандықтан, тұтынушысы болғандықтан, оны үйретудің грамматикадағы нюанстарының бәрін көрмейміз. Ал тіл үйренуші адам, басқа ұлттың өкілі, ол басқа ракурстан қарайды тілге. Владислав басқа ракурстан қарап, өзі өткен қиындықтардың бәрін ескере отырып, оны осы жерде көрсетіп берген грамматика. Артықшылығы осы. Басқа қазақ тілін жазып жүрген оқулық авторларынан бір басты ерекшелігі осы деп ойлаймын. Кітап өзінің мақсатына жеткен. Кітап өте сауатты, көрнекі, соқырға таяқ ұстатқандай көрсетіп тұрады. Бұл кітапты кеңінен пайдалану керек, кеңінен насихаттау керек. Владиславтың кітабын ұялмай, мынау қазақ тілін практикалық тұрғыдан үйретуге жарайтын, іске жарайтын, нағыз қажетті, қолдан түспейтін настольник кітап ретінде пайдалануға болады деп біз маман ретінде бар жауапкершілікті алып айтамыз. Көп жаса, рахмет. Мына ісің өнсін, осы бүкіл қазақстандықтардың, қазақтардың тілін үйреніп жүрген, тілін сөйлеп жүрген, тіл үшін жаны ауырып жүрген, тіл үшін онша жаны ауырмайтындардың да атынан саған рахмет. Рахмет. Көп рахмет Шерубай аға.